сәлем жаным. Көріспегелі көп. Бүгін демалыс күндері маған уақыт табатын шығарсың. Мен әрине саған уақыт тауып отырмын. Саған үлкен релакс сыйлағым келіп тұр. Демалысың естен кетпейтіндей жақсы өтсін. Әрине мен де оған үлес қосқым келеді. Қазір саған сюрпризім бар. Асықпа, иә? Алдымен саған осындай бір саған жайлылық сыйлайтын, демалыс сыйлайтын. Бұл заттың не екенін білетін шығарсың, иә? Иісі қандай? Иісі керемет. Мына түрі цитрус, вишня. Керемет қой, айтып жеткізе алмаймын. Екінші түрі айтып тұрғандай манго, апельсин. Екеуінің де иісі керемет. Қазір бұларды алам. Сен бағана қабылдайсың. Мен саған көмектесем. Жай ғана 7-10 минут ваннада жатып шықсаң болды. Ары қарай саған жақсы бір жаңа аптаға дайындайтындай, бүкіл негативті кетіретіндей, иммунитет көтеретін массаж жасап жараймын. Қазір сен барып кел. Мен сені осында күтемін.
дейсің ба? Я ваннаға бару. Ваннаға түсіп тұру керек. Баняға барып тұру керек. Қазір қолымды қыздырып алайын. Сен мұнда маған қарап теріс қарап отыр. Жоқ, сенің маған отырғаның ыңғайлы. Жай ғана денеңнің барлығын еркін ұстап отыр. Я осылау. Маған ештеңе керек жасамасын. Артық нәрсенің бәрін алып таста. Жарайды, онда баста. Білесің бе, менің қолымның аста биотогы бар. Қазір өзің байқайтын боласың. Кез келген адамды жай ғана қолынан, денесінен ұстаған кезде байқалып қалады. Жарайды, сен көзіңді еркін жата ал. Телефон қарама. Телефон қарама. Телефон ойынды бөлшек. Еркін отыр. Егер қатты істеп жатсам, қатты ауыртып жатсам, шыдап отыра беру жарай ма? Себебі бұл емдік массаж емес, жай ғана саған көмектесу мақсатында. Әсіресе мынау жауырыныңда тұз жиналып қалады. Сенде де сондай шығар деп ойлап тұрмын. Қалай ұнап жатыр ма? Дыбысың шықпай қалды ғой. Жарайды.
немесе мені қонаққа шақырсаң болады. Енді өзін шақырмай жатсын, сол себепті өзім айтып жатырмын. Сәлем. Сәлем. Қалған. Көрмегелі біраз болды, я. Бір аптадан астам уақыт болды. Қалай, барлығы жақсы ма? Бүгінгі демалысың қалай өтті? Жақсы. Енді бір-екі күннен кейін қыс келе жатыр. Және де қазір бір ауру жүріп жатқан сияқты, я. Барлығы ауырып жатыр. Барлығында иммунитет төмендеп, көңіл-күй жоқ. Сенде қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы деген ойдамын. Өткен аптада менде туған күн болды. Содан кейін қолым тимей кетті. Саған туған күнімді айтпадым. Бірақ дегенмен де кішігірім туған күннің бір вайбын сезінсін деп кішкене үзінді фото салған. Көрдің бе? Көрмеген болса менің аккаунтымда тұр, барып көрсең болады. Жарайды. Қазір ұйықтар алдында бүгін сенбі, ертең жексенбі. Саған бір кішігірім мотивация ретінде, көмек ретінде, қолдау ретінде бір аздап бір қалай айтсам екен, бір қолдау көрсеткім келіп тұр. Маған көмектескен ойлармен бөліскім келеді. Қарашы, менде осындай кітап бар. Мүмкін білетін шығарсың. Луи Захи «Управляй своей судьбой» деген кітап. Бұл кітап адамдарға, яғни үлкен жоспарлары бар адамдарға арналған деп тұр. Қазір осы кітаптан бір кішкене үзінді ретінде саған көмектесетін, саған пайдалы болатын және маған да пайдалы болатын үзінділер оқып бергім келіп тұр. Сен жайғасып еркін отыр, я. Көп алдында алмаймын, өйткені мен де асығып тұрмын. Мен де бүгін емес, жалпы аптаның ішінде аздап шаршадым. Сол себепті сенің де көп уақытында болғың келіп тұрған жоқ. Ең бастысы уақытта ол. Мен Ататауға келгеніңе рахмет айтамын. Мен үшін ол өте маңызды. Олай болса, мұнда жай ғана әр жерінен саған бір өзімді айтқым келіп тұр. Солардың ішінде бұл ең басты нәрсе ол өз денеңді жақсы көру. Мұнда айтады: любите свое тело, дейді. Өзіңнің денеңді жақсы көр. Және Құдайдың саған берген
жерден бір жазылған ақпараттарды мен саған қарапайым тілде түсіндіріп беріп жатырмын. Өзің ішіне керекті ақпаратты аларсың деген айтамын, жарай ма? Және келесі бір нәрсе, өзіңді, денеңді жақсы көрудің бір тәсілі, ол үнемі айнаға қарап жүр. Және айнаға қараған кезде негативті оймен емес, позитивті оймен қарауға тырыс. Яғни айнаға қараған кезде жүзіңнен бір жақсы нәрсені көруге тырыс, жаман нәрсе емес. Мысалы, қарап, мен қашан арықтаймын, немесе мен қашан бетімдегі мына мәселелер қашан кетеді, қашан мен мысалы білмеймін, салмақ жинаймын немесе салмақ тастаймын деген сияқты әртүрлі нәрсені сылтауратып өзіңізге өзіңіз көңіліңіз толмай жүрсе, онда қалай өмірдің өтіп кеткенін байқамай қалады екенбіз. Сол себепті дәл қазір өзің қалай барсың, дәл солай өз-өзіңді жақсы көруге тырысшы. Бұл менің саған айтар ақылым, және бұл әрине бірінші кезекте өзіңе айтар ақылым. Мен білесің, менің мына бір бетімдегі дақты үнемі мен айнаға қараған кезде көңілім толмай тұрады, бірақ мен де пендемін ғой, кейде бір көңілім толмай пендешілікке салынып кетемін, кейде жақсы көңіл-күйде болып бүкіл негативті ойлардың бәрін итеріп жақсы нәрсе ойлаймын, шүкіршілік етемін, шүкіршілігім артады дегендей. Сенде де сондай болған қалаймын. Және әрине барлық адамның, психологтың айтатын нәрсесі ол не? Ол аффирмация айту, иә, білесің. Енді өзіңнің денеңді жақсы көруге байланысты бір-екі аффирмация алып кетейін. Мен денемнің әрбір бөлшегін жақсы көремін. Мен барлығына махаббатпен қараймын. Мен әрбір ішіп жатқан тамағыма шүкіршілік етемін. Менің барлық органдарым жақсы жұмыс істейді. Міне тағы басқа аффирмациялар бар. Және сондай-ақ егер денсаулығыңызға күтім жасамаған болсаңыз, я жаман әдеттер болған болса, онда өзіңізге өзіңіз іштей айтсаңыз болады. Мен осы уақытқа дейін өз-өзіме дұрыс қарамағаным үшін, өзімнің денемнің әрбір мүшесін бағаламағаны үшін Алла маған осындай 12 мүшемді сау етіп жаратқан болса, соған шүкіршілік етпегенім үшін, қалай болса солай қарағаным үшін кешірім сұраймын, кешірім өтінемін. Және мен де шүкіршілігімді арттырып, көп су ішіп, ағзамды таза ұстауға тырысамын деп осындай бір жақсы қарым-қатынас бастасаңыз болады.
Бізде өкінішке орай қазір қоғамда мынандай бір түсінік бар. Байқасаңыздар, барлығы бір құлдық санада бір тұрған сияқты сезінеді өзін. Яғни біреудің қол астында жұмыс істеуді ол бір құл болу деген сияқты түсінеді. Бірақ ондай ой дұрыс емес, достар. Қараңызшы, осы бір негативный ойды позитивке айналдырсақ, сіздің бір сәтте-ақ ойыңыз өзгереді және сіздің бүкіл жұмысыңызға деген қарым-қатынасыңыз өзгереді. Айтайын ба? Ол мынау. Қараңызшы, егер сіз мен жұмыста құл болып жүрмін, бастығым маған не айтады, мен соны істеп жүрмін. Менің өзімнің мнением жоқ, өзімнің пікірім жоқ. Мен жұмыста ешқандай бір маңыздылығым жоқ деп ойлайтын болсаңыз, шынымен де олай солай көріне береді сізге. Ал егер былай жақсы жағынан қарап көрейікші. Мысалы, сіз жұмыста өзіңіздің қызметіңізді атқару арқылы сіз осы бір істеп жатқан мекемеге үлкен үлесіңізді қосып жатырсыз. Яғни бастығыңыз бен сіздің араңызда бір көзге көрінбес бір байланыс тұр. Ол байланыс, яғни сіз оған емес, бастығыңыз сізге тәуелді. Қараңыз, егер сіз ол жұмысты істемейтін болсаңыз, онда әрине сөзді кім естиді? Бастық естиді, дұрыс па? Демек, бұл жерде сіз бастыққа емес, бастығыңыз сізге тәуелді. Логикалық түрде ойлайтын болсақ, ол солай. Сол үшін де мен құл болып жүрмін. Мен бір бағаланбас жұмыс істеп жүрмін деген сияқты ондай ойлардан аулақ болыңыз. Жай ғана бұл бір партнерлық, әріптестік байланыс ретінде қабылдаңыз. Яғни бастығыңыз сізге ақша төлеп отыр. Сіз қызметіңізді сатып отырсыз, болды. Яғни өмірде барлығын былай қарайтын болсақ, барлық жерде сауда бар, сауда-саттық бар. Сіз қызметіңізді сатып отырсыз, бастығыңыз сіздің қызметіңізді сатып алып отыр. Міне бар болғаны осы. Және келесі бір нәрсе айта кетейін, бұл өзімнің ойым. Маған айтпақшы, комментарийға жаза кетіңіздер, кім қандай жұмыс істейді, айлығыңыз сізге ұнай ма, жалпы қандай жоспарларыңыз бар, жұмысқа қатысты, жұмыс ауыстыру деген сияқты өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңізші. Енді мен былай ойлаймын, 100 мың айлық алатын адамда өзінің жұмысын ұнатпайды және жұмысын ауыстырғысы келеді. Сондай-ақ 1 миллион алатын адамда жұмысына көңілі толмайды және жұмысын ауыстырғысы келеді. Осы екеуінде ортақ нәрсе бар, бірақ екеуінде екі бөлек нәрсе, ол айлық. Біреу 100 мыңға көңілі толмайды, біреу 1 миллионға көңілі толмайды. Ол айлығына емес, ол жұмысына көңілі толмайды. Яғни жұмысы оның еңбегін дұрыс бағалап жатқан жоқ. Тым шектен тыс тапсырма көп, стресс көп, нагрузка көп деп ойлау мүмкін. Бірақ егер жұмыстан қиналып кеткенде осы бір ойды ойлаңызшы. Яғни сіздің жұмысыңызға, сіздің орныңызда қаншама адам болғысы келеді. Сіз мұғалім болсаңыз, шаршап жұмыстан шыққыңыз
сезімімді, сол кездегі менің адамдармен жұмыс істеген қарым-қатынасым, менің сол жердегі өзіндік орным болды. Мен соны қатты жақсы көрдім. Қазір сол кезде аңсап отырмын да. Ал шын мәнінде ол кезде оны бағалаған жоқпын ғой. Солай, сол себепті достар, жұмысыңызды жақсы көріңіз. Яғни қандай жұмыс істесеңіз де Алла тағала маған табысты, жеңіл жұмыс берсін деп, күнім жеңіл өтсін, табысты өтсін, берекелі өтсін деп шүкір ету керек. Әрине шүкір етіп отыра беруге болмайды. Заман ағымына қарай даму керек. Істеп жатқан жұмысты қалай мен одан да жақсы болсам екен, қызметімді арттырсам екен, не істе болу керек. Өйткені заманның талабы солай. Егер жұмыстан шыққыңыз келсе, жай ғана отырып шығып кетпеңіз. Жұмыстан шықпай тұрып, басқа ойға алған ісіңізді бастаңыз. Мына ескі жұмыстан шықпай тұрып бастаңыз. Өйткені мүмкін бұл бастаған ісіңіз сізге ұнамай қалатын шығар, сіз ойлағандай болмай қалатын шығар, мүмкін. Ондай кезде ескі жұмыста жоқ, мына жаңа істе жоқ, бұл бек ортада қалып, депрессия болып кетуіңіз де мүмкін. Өкінішке орай көп адамдарда сондай бар. Сол үшін барлығын ойлап, кішкене аяғым еп қалды ғой. Барлығын ойлап шешім қабылдау керек. Енді мұнда да кішігірім аффирмация айта кетейін. Мен жұмысымды жақсы көремін. Менің жұмысымдағы мені қоршаған барлық нәрсені жақсы көремін. Менің жұмысым маған өте ыңғайлы, әдемі көңіл-күй сыйлайды. Мен егер қаласам, қажет кезде маған мен қалаған жұмыс таба алады. Мен жұмысымды шынайы ниетпен, көңілмен жасаймын, және менің жұмысым әрдайым бағаланады. Тағы басқа аффирмацияларды айтуға болады. Ең бастысы, барлық негативті ойларды позитивке айналдырсақ, сонда бізде бәрі жақсы болады деген ойдамын. Достар, осы бір ойымды тыңдаған болсаңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Кім не ойлайды? Алдағы уақытта егер сіздерге қызық болса, өзімнің жеке өмірімнен ақпарат айтқым келеді. Күйеуіммен жалпы таныстық қалай болды, біз қалай үйлендік, осы туралы айтып бергім келеді. Егер сіздерге қызық болса, маған міндетті түрде жаза кетіңіздер. Барлығына қайырлы түн. Қалдарыңыз қалай? Сіздерді өте қатты сағындым.
үйде мынандайды тауып алдым. Күйеуім де хорошо, что бар екен. Әйтпесе үйде ешқандай тұтататын нәрсе жоқ. Достар, Алланың қалауымен осы каналды ашып, сіздердің арқаларыңыздан осы каналды тастамай жүргізіп, жақсы просмотрлар жинап, санымыз 1000-ға жетіп отыр. Аллаға шүкір. Сіздерге көптен көп рахмет. Просмотрлардың көбеюі, подписчиктердің көбеюі барлықтары сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Және менің достарым, таныстарым бар, қарайды. Оларға да рахмет айтқым келеді. Қазір еріп кетпей тұрғанда солай бір іштей тілек тілеп өрлегім келіп тұр. Сіздердің де өмірде барлық армандарыңыз орындалсын, менің де арманым орындалсын. Алла қалап, осы каналымды тастамай 1000 емес, 10 000 емес, 100 000 подписчик бола берсін. Әумин. Барлықтарыңызға рахмет. Қазір торттың дәмін көретін боламыз. Мен негізі тәттіге қатты құмар адам емеспін. Жейтін болсам тек шоколадный торт жақсы көремін. Жалпы көп тәттіге ақша кетірмеймін. Достар, қазір сіздерге бір қызық болсын, енді басымнан өткен оқиға болсын. Жалпы соңғы уақытта не болып жатыр, не жаңалық болып жатыр айтқым келіп тұр. Мына торттың дәмін көріп отырып. Бисмилля. Жақсы, мына торт іші. Анау торт бар ғой, қазір айтам. Вуби бай деп айтам, сол торт екен іші. Маған ұнайды ғой. Достар, шамамен 2 ай бұрын, шамамен емес, жалпы ровно 2 ай бұрын менің мынау сол көзім, мына жер, міне дәл көрсетіп тұрған жер осылай тартып бастады. Енді мен оның себебін түсінбедім. Бұл неге тартып жатыр, не болып жатыр деп интернеттен сұрап көрдім, іздеп көрдім. Достар, қазір қарасаңыздар, міне көзім тартып жатыр. Яғни 2 ай болды. Міне осылай ұстап қалса, немесе кез келген нәрсе тисе, көзім осылай тарта береді. Бет жуған кезде су тисе де, былай киім киіп жатқанда, киім тиіп кетсе де, яғни кез келген нәрсеге мына көздің астындағы нерв өте сезімтал болып кеткен. Достар, мен басында бұны көзімнен деп ойладым, яғни көзбен байланысты деп. Мүмкін көзім менің қатты қорғап кеткен шығар деп ойладым. Менде осыдан 3 жыл бұрын
Сонымен бір емес екі рет офтальмологқа бардым. Біріншісінде маған ем жазып берді, ол басылған жоқ. Одан кейін арада біраз уақыт өткен соң қайтадан басқа офтальмологқа бардым. Ол офтальмолог айтты, бұл көзбен байланысты емес, бұл сізде нервпен байланысты, яғни сіз неврологқа бару керексіз деді маған. Сонымен мен неврологқа бардым, яғни невропатолог қой. Невропатолог маған курс лечения жазып берді, яғни ем қабылдайтын курс 2 апта көлемінде. Қабылдайсыз, 2 аптада кету керек деп айтты. Егер 2 аптада кетпесе, онда сізге миға МРТ жасау керек, яғни мидың жұмыс істеуін тексеру керек деп айтқан болатын. Сонымен дәрілерді ішіп бастадым. Бірақ өкінішке орай бұл одан сайын күшейіп кетті. Дәрілердің как будто ешқандай әсері болмай жатқандай сезіндім. Енді жалпы бұл 3 түрлі себеп болады деп түсіндірді маған невропатолог. Бұл біріншісі бетке суық тию, яғни бет суықтаса осындай мәселе болады. Екіншісі ол қандай да бір инфекция, вирусный инфекция болса ағзада осылай шығуы мүмкін екен. Және ол үшіншісі ол адамның бір басында стресс болса, қандай да бір өте көп нагрузка, шаршау болса, ол нәрсе нервқа әсер етеді деп түсіндірді. Енді мен айттым, менде ондай стресс ештеңе жоқ. Менде вирусный инфекция ондай ештеңе болған жоқ. Демек, бұл мүмкін суықтан шығар деген тұжырымға келген болатынбыз. Алайда ішіп жатқан дәрілерімнің көмегі болмады. 2 апта емес, бір 10 күн өткеннен кейін мен өзімнің туып өскен қалама тойға бардым. Сол жерде МРТ жасайын деп шештім. Достар, қазір камераға қарап отырып, түсіріп отырмын ғой. Көзімнің асты міне сіңкі болып тұр. Егер осыған қатысты қандай да бір ақпарат білетін болсаңыздар, маған айта кетсеңіздер, жаса кетсеңіздер, мен сіздерге қазір тағы қандай белгілері бар, симптомдары бар айта кетейін. Менде бұл көздің асты тартады, мына жер тартатын басында, одан кейін мына жаққа жақындады, яғни көзді былай тартып тұрады, және мына жер міне былай ісіңкі. Камерада және айнаға қарағанда білінбеуі мүмкін сырт көзге. Осы жері ісіңкі және ауырады. Мен қорқып ChatGPT-ға жазам, ол неге болып жатыр деп. Ол айтады маған, басқа да бір қатты ауырып жатса, басқа да бір ауырсыну, басқа нәрселер пайда болса, міндетті түрде дәрігерге қайта бар деп маған солай деп. Сонымен мен достар, не де болса МРТ жасайын деп шештім. МРТ бұрын жасатқанмын бір рет, ішкі органға жасатқанмын. Ол кезде бірақ МРТ-ні қалай жасаған есімде жоқ. Ол кезде тек қана ішімді ғана кіргізген шығар деп ойлап отырмын. Солай жасайтын шығар МРТ-ні. Ал бұл жолы басқа жасау керек болды. Достар, кірдім МРТ жасауға. Мені жатқызды, жаттым.
көзіңізді жабыңыз деді. Қолыма мынандай груша ұстатқызып қойды. Қысып отырғызуға болады. Егер қандай да бір көмек керек болса, сол грушаны қысасыз деді. Сонымен жарайды деп жаттым. Бірақ мен жатқан кезде былай ыңғайсыз жаттым, өйткені түзу жаттым ғой. Және мен басым міне осылай артқа кетті да, яғни мен жастықсыз ұйықтай алмайтын адаммын. Мен жастықсыз жатсам, былай түзу жатсам, мен мазамға жатты. Маған ол өте дискомфорт. Ал ол жерде мені құлағымды бітеп тастады. Аузыңды жап, көзіңді жап деді, және былай білесіздер, маскам ұшып кетті. Білесіздер, былай жауып тұрады ғой, яғни бір аппараттың ішіне кіргізеді ғой. Сонымен кіргізді мен ойладым, енді онымен тез өтіп кетеді деп ойладым. Бірақ достар, мен ол кездегі басымнан өткен күйімді сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Өте жаман күйде болдым. Кірген сәтте көзімді жаттым, аузымды жаттым, жатырмын. Және бірден мен мазам қаша бастады. Жүрегім қатты соғып, аяқ-қолым ұйып, ана жерде мені бір тар қапасқа қамап қойып, мен сол жерде бір өліп қалатын сияқты сезіндім. Өте қатты қорқыныш болды. Міне аяқ-қолым осылай дірілдеп жатты. Мен ойладым, жарайды, қазір басылатын шығар десем, ол үрей менде одан сайын көбейіп жатты. Ол тек қана үрей емес, достар, ол бір, қалай айтсам болады, кәдімгі мен жүрегім аузымнан шығып кете жаздады. Сосын мен бір кезде мазам қаша бастағанын білдім де, ана грушаны қыстым. Былай бір-екі рет қыстым. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Басымды тексеріп басталып жатыр. Сосын қайтадан қыстым. Сенесіздер ме, бір 15 рет қысқан шығармын. Бірақ мені ешкім құтқарып алып, мені енді құтқарыңдар деген мақсатта қыса жатырмын ғой. Бірақ маған ешкім ештеңе істеп жатқан жоқ. Ешкімнің дауысы естіліп тұрған жоқ. Ешкім ана аппаратты тоқтатпайды. Сосын сенесіздер ме, сәлден кейін, уже сәл кешкісем, мен бір өліп қалатын сияқты, жүрегім тоқтап қалатын шығар деп те ойладым. Сосын ана грушаны до того қатты ойымдағаннан былай қысып алғам ғой, мыналар естемей ма менің жан айқайымды дегенде. Көзімді аша алмаймын, аузымды аша алмаймын. Енді ашуға болады, болмайтын білмеймін ғой мен енді. Маған жап деген екен, ойлап тұрмын, ашуға болмайтын шығар деп. Бір кезде сондай әбден арпалысып, қиналып жатқан кезде бір дәрігердің дауысы шықты. Қазір не болды деп. Сонымен тоқтатты, мені шығарып алды. Мен сол кезде айқайлап, жылап жібердім. Қазір енді сіздерге қалай бар, солай түсіндіріп отырмын ғой, бірақ ол кезде күйім өте жаман болды. Сосын дәрігер айтады, не болды дейді. Мен айтамын, ештеңе айта алмаймын, мен просто жылап отырмын. Сосын айтты, кішкене тынығып алыңыз, сыртқа шығыңыз деді. Егер қаласаңыз, күйеуіңізбен бірге қайтып кіріңіз, күйеуіңіз жаныңызда отырады деді. Сыртқа шықтым, күйеуімнің қасына барып тағы жылап отырдым. Ол түсінбейді, не болды деп. Мен айтам, болды, мен істетпеймін деді. Мен қорқам, мен жүрегім кәдімгі сәлден кейін мен тоқтап қалатын шығар деп те ойладым дедім, қатты уайымдағанымда. Содан кейін кішкене отырдық. Сосын дәрігер айтты, сіз онда ақшаңыз қайтарып алыңыз, МРТ жасамай-ақ қойыңыз. Врачқа, басқа бір аппаратқа түсейін деп айтып көріңіз деп. Сонымен
жасатқан жоқпын, так отказалась, бас тарттым. Бірақ МРТ білмеймін, алдағы уақытта тағы да жасады деп айта ма деп те ойлаймын. Өйткені ол МРТ-ға түспесем де басқа бір екі аппаратпен тексерді. Бірінші мидың функциональный жұмысын тексерді, екінші беттің нервтерін зақымданған ба жоқ па соны тексерді. Жалпы барлығы жақсы шығып жатыр, бірақ мына нәрсе неден екенін ешкім білмейді. Сонымен мен уже ол қалада екінші бір врачқа барып, ол маған лечение жазып берді. Бұл жолы капельница жазып берді. Сол капельницаны алдым, бітті бір аптаға. Және достар, бұл нәрсе менде әлі басылған жоқ. Мен қазір керісінше осы нәрсені неге басылмай жатыр, бұл неге кетпей жатыр деп ойлап, ойымдап, одан сайын мен нервная болып кеттім, раздраженная болып кеттім, ашушаң болып кеттім. Яғни осылай тарта береді. Мен ұйықтап жатсам да тарта береді. Мен сәл бір қолым тиіп кетсе, немесе бетімді жуайын деп су тигізсем тарта береді, есінесем тартады, түшкірсем тартады. Яғни мына жердегі нерв өте гиперчувствительный болып кеткен. Интернетке жазсам айтады, ол уақыт өте келе басылады дейді. Бұл нәрсе бірден тоқтап қалмайды деп айтады. Бірақ білмеймін, мен қазір шынымды айтсам не істерімді білмей қалдым. Сол себепті де мен экранға көп қарап жүрген де жоқпын. Телефон, басқа нәрсе болсын, қандай да бір зиян тиіп кетпесін деп. Сонымен қазіргі таңда жағдайым осы, достар. Білмеймін, бұл нәрсе неден пайда болған, бірақ жаңа бір ойланып отырмын. Менде көктемде бір үлкен депрессия, стресс болған менде. Бір жағдайға байланысты. Мүмкін соның әсері енді шыққан шығар деп те ойлаймын. Бір адамдарға реніш, бір Аллаға реніш, сондай болды. Білмеймін, мүмкін соның әсері енді шыққан шығар, мүмкін содан кейін пайда болды ма деп те енді ойланып жатырмын. Енді сіздерге бір жақсы жаңалықпен шығайын десем, осылай болып қалды, айып етпеңіздер. Достар, тортым керемет екен. Ұнады маған. Басқа торттарым қатты ұнай бермейді. Бүгінге осы, достар. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Мені қолдап кетсеңіздер, комментарий жазып, қандай да бір идеяларыңыз болса айта кетсеңіздер. Мен енді қазір жақын арада қашан шығатынымды білмеймін. Өйткені жаңа үйге көшу керек болып тұр. Сол себепті көшіп қону, жұмыс дегенде жеке өмір барлығы қалай айтсам екен, адамға видео түсіруге мүмкіндік бере бермейді. Бірақ сонда да сіздермен қолдасаңыздар, сіздердің қолдауларыңызды көріп, сезініп, мен қайтадан жалғастыруға тырысамын. Қайта кездескенше барлықтарыңызды жақсы көремін. Рахмет. Сәлем бұта халқы. Сәлем. Көріспегелі біраз болды.
өзгеріс бар сияқты. Айтпақшы, біз кедергі жасап тұрған болса айбек берші, иә. Бұл бізде көршілер. Шамамен бір апта болған шығар, міне осылай. Ремонт жасап жатыр. Шынымды айтсам, менің де жаныма тиіп жатыр. Дегенмен де сені сағынды. Сенімен тезірек қауышқым келді. Айбек берерім. Қалың қалай бұдыққа. Күн суытып кетті, иә. Қалың киініп жүрсің бе? Қалың киініп жүр. Дәл қазір өте алданыш ауа. Ең бірінші сені уайымдайтын мен ғой, білесің. Мен әр видео салғанымда сені іздеймін. Қарадым екен. Ұнады ма видео? Сол себепті міндетті түрде менің видеоларымды көргеніңді білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып жүр. Жарай. Сені көргеніме өте қатты қуанады болам. Алтыным сол, жаным сол. Аздап шаршаңқы сияқтысың. Әлде жүдеп кеткенсің бе? Айтшы, саған күз мезгілі ұнайды ма? Кез келген айын сұрап жатырмын жалпы. Күз мезгілі ұнайды ма? Менде күз мезгілі ең сүйікті мезгіл себебі күзде туылғам. Маған білмеймін, саған қалай екенін білмеймін, бірақ маған жайма-шуақ, ыстық ауа райынан гөрі қоңыр салқын, бұлтты болып тұратын ауа райы ұнады. Жаным, айтшы, осы күз басталғалы өміріңде қандай өзгеріс болды? Қандай жаңалық болды?
қолдау керек. Внимание, көңіл, махаббат, сыйластық, қамқорлық керек. Меніңше осындай нәрсе адамда бар болса, ол адам ең бақытты адам деп санаймын. Ал мен сенің жаныңда емес болғанымда әрдайым сені қолдаймын, сені мақтанамын. Неге екенін білесің бе? Себебі сен жай адам емес. Сенің ой-өрісі, көзқарасы, дүниетанымы басқа. Сенің өмірге деген көзқарас, алға қойған мақсаттар, арман-тілектерің басқа. Мен оны сезінемін. Сен айтпасаң да мен сезінемін. Сенің кейде ойға шомып отыратыныңды байқаймын. Болашақты ойымда, алдағы өмірім қалай болады деп ойымдайсың. Және тағы бір себебі, сен мені тататын, мені қарайсың, мені татасың. Мен оны қатты бағалаймын. Саған үлкен рахмет. Сенің қолдауыңды әрқашан сезіп келемін. Сол үшін кейде шаршасам да, кейде ерінсем де тоқтамай келемін. Саған көп рахмет. Көп рахмет.
이게 жашайтын болса, жай ғана 10 жылдан кейінгі өмірімді елестетіп, 10 жылдан кейін қандай адам болғым келеді. Көз алдыма келген адам саған ұнаса, демек сол адам болуға тырысу керек. Тағы бір ақпарат айтайын. Қазір сенің бетіңді мен білгеннен лажына болған сияқты. Көзіңді шашын жоғары қара. Уайымдамасаң. Не айтып жатыр едім? Ең басты нәрсені айтпақ болған. Сені не үшін мақтанып, және сен неге басқалардан өзгешесің? Себебі сен өзің жақсы көресің. Білесің ғой, басқа адамдар аз өмірдің не екенін білмейді. Тіпті оны естіп көрмейді. Және оны жаман нәрсе деп ойлайды. Ал сенің ой-өрісің жоғары, ой-санаң биік. Барлығын адекватты түрде қабылдайсың. Саған қандай сөздер ұнайды? Міндетті түрде жаза кет. Қаланым менің. Отаным. Жаным менің. Сары құшағы. Сап-сары сап-сүйкімді құшағы. Балдай тәтті қоңыр қозы. Мақтанышым сол.
сен болшы. Ешкімді ренжітпе. Ешкімге ренжіп. Өзіңді жақсы көр. Айналаңды жақсы көр. Мына әлемді жақсы көр. Жаман жаңалықтар тыңдама, көрме жараймы. Өсек бос әңгімелерден аулақ бол. Өзіңді басқалармен салыстырма. Білесің бе, олардың өмірі мүлде басқа. Сенің өмірің мүлде басқа. Болашақта мен де сондай болып қалуым мүмкін деп қорықпа. Мен саған сенемін. Көріскенше бүгінгі күнің жақсы өтті. Тәтті түстер көр. Сені осында әрдайым күтемін. Жоғалып кетпе жарай.